Бәріне сәлем, мен атым Бауыржан және бұл Бокаплей арнасы. Бүгінгі видеода достар біз ютубер болудың плюстары мен минустары туралы айтамыз және бірінші плюстарынан әдеттегідей бастаймыз. Бірінші плюсы ол өнер. Сіз ютубта өзіңіздің өнеріңізді көрсете аласыз, өзіңіздің жан-жақты дамыта аласыз. ютуб арқылы сіз әртүрлі идеялар пайда болады. Сіз ешқашан бір орында тұрмайсыз. Егер ютубқа видео түсіретін болсаңыз, сіз өзіңізді әрқашан дамыту үстінде боласыз. Екінші плюсы ол танымалдылық. Бәрі бірден танымал болмайды, бірақ егер де танымалдылыққа жететін болсаңыздар, бұл өте күшті сезім болады. Себебі сізде көшеде кетіп бара жатқанда адамдар сіздің сурет көрсетеді, ол кәдімгідей сіздің өзіңізге деген сенімділігіңіз көтереді, сіздің өмірге деген қуанышыңыз көтереді және сіз бақытты боласыз, егер танымалдылығыңыз көп болатын болса. Үшінші ол пайда табу көзі. Басында мүмкін табыс көзі өте аз болатын шығар, бірақ бұл пассивті табысқа жатады. Себебі сіздің 5 жыл бұрын түсірген видеоларыңыз сізге 5 жыл бойы просмотр әкеледі және ол просмотрлардан сізге табысыңыз көбейе түседі. Төртінші, қарым-қатынас. Сіз өзге ютуберлермен, өзге басқа танымал адамдармен қарым-қатынас жасауыңызға мүмкіндік болады, коллаборация жасап олармен танысуыңызға мүмкіндігіңіз көбейеді және де басқа адамдармен сіздің ютубтағы подписчиктарыңызбен қарым-қатынаста болуға өте керемет плюсы осы болып саналады. Сіз адамдармен өзіңіздің замандастарыңызбен қарым-қатынаста бола аласыздар және ойларыңызды айтып бөлісе аласыздар. Ал минустарына келетін болсақ, бірінші ол жек көрініс, хейт болады. Себебі сіз қанша жерден жақсы видеолар түсірсеңіз де, қанша жерден танымал болсаңыз да, қанша жерден жақсы сөздер айтсаңыз да, сізді жек көретін адамдар болады. Хейттен ешкім құтылған емес және құтылмайды да. Сондықтан осыған дайын болыңыздар және бұл сіздің психологиялық тұрғыда сізге өте ауыр болады. Себебі сізді жамандаған комментарийлерді оқыған кезде сіздің жаныңыз қатты ауыратын болады. Маған басында өте ауыр болатын, қазір маған бәрібір болып кеткен ондайға. Бірақ сонда да қазір де тиеді, егер боқтап жазып жатса өлтіріп қойғым келеді, егер көргенде өлтіріп тастаймын. Екінші, басы қиын болады. ютубты бастаудың басы өте қиын болады. Ең бірінші 1000 подписчикке жету өте ауыр болады, себебі сізді ешкім білмейді, ешкім сіздің видеоларыңызды көрмейді және ютубтың алгоритмдері сізді дамытуға, сізді танымал болуға аса қатты асықпайды. Сіз тіпті керемет видеолар түсірсеңіз де бірден көтерілу өте қиын болады. Және үшіншісі ол қауіпті. Сіздің каналыңызды кез келген уақытта ютуб заблокировать етіп тастай алады. Және оны оспорить ету өте қиын. Оны жеңіп шығу ол суд сияқты ғой, сіз каналыңызды заблокировать етіп, ол авторский правоға байланысты болуы мүмкін, тағы да біреулер жалоб жасауы мүмкін, соған байланысты сіздің арнаңызды заблокировать етіп тастаса, сіздің пассивті табысыңыздан айырыласыз, просмотрдан айырыласыз, танымалдылығыңызда түседі. Себебі сіздің жаңа канал ашсаңыз, оны қайтадан көтеру өте ауыр болады және бұл өте қауіпті. Негізгі минустарының бірі осы. Достар, осымен болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Өздеріңіз шешіңіздер. Мүмкін ютубқа видео түсіріп, сізде келесі жолы танымал адам болатын шығарсыздар. Сіздермен бірге болған Бокаплей. Бәріне бай-бай.